Хай, барлығыңа сәлем, қалайсыңдар оқушылар? Бүгін біз ұбт-да жиі кездесетін логарифм тақырыбына шолу жасайтын боламыз. Бүгінгі сабақта біз логарифм деген не, логарифмнің қасиеттері және формулаларына тоқталатын боламыз. Алдымен өзім таныстырып кетейін. Есімім Жансерік. Қазіргі таңда Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің студентімін. ұбт нәтижеміз 32 балл, математикадан 50-ден 50 балл, туған жерім Ақтөбе. Ендеше логарифмге байланысты шолуымызды бастасақ, давайте бастайық. Логарифм деген не? Жалпы логарифм берілген санды алу үшін негізі қандай дәрежеге көтерілу керектігін көрсететін шама. Нақтырақ айтсақ, логарифм а негізі б бізде тең с десе, бұл аның с дәрежесі бізде в-ға тең екенін көрсетеді. Бұл жерде бізде а логарифмнің негізі, б бұл жерде логарифмнің аргумент деп айтсақ болады, с бұл жерде нәтиже дәреже көрсеткіші деп те айтсақ болады. Мысалы қараңдар, логарифм 2 негізі 8 тең 3 дейді. Сонда бұл бізде оқушылар 2-нің 3 дәрежесі тең 8-ге екен көрсетеді. 2-нің 3 дәрежесі тең 8-ге екен, мұна бір қасиетін орындайды екен. Так, кетті келесі логарифмнің қасиеттері. Бізде логарифмнің қасиеттері, егер бізде логарифм а негізі 1 болса, аның 0 дәрежесі бізде 1-ге екен білеміз. Кез келген санның 0 дәрежесі бұл бізге 1-ге тең екен деген қасиетті орындайтын логарифмнің бір қасиеті екен. Так, келесі бізде логарифм а негізі а тең 1-ге, яғни аның 1 дәрежесі аға тең екен бұл көрсетеді. Аның 1 дәрежесі бұл аға тең екен біз білеміз. Келесі, мұна бір қасиет, бізде логарифмнің негіздері бірдей болса, оның қосылып тұрса, аргументтерін көбейте саламыз. Дәл осындай логикада егер азайту болса, аргументтерін бөліп жібереді екен біз. Келесі бізде логарифм а негізі б тең 1 бөлінген логарифм б негізі а дейді. Яғни біз мұна аргументмен негізін орын ауыстыру үшін бірге бөліп жіберуіміз керек екен. Келесі бізде логарифм а негізі x тең m дәрежесі болады. Mді біз алдына қарай көбейту қылып жіберсек, m тең болады, логарифм а негізі x болады. Бірақ бізде негізінде болса, ол негізінде 1 бөлінген n арқылы жүреді екен. 1 бөлінген n. И мына жерде бізде логарифм а негізі b, логарифм с негізі b бөлінген логарифм с негізі а. Мысалы қараңдар, логарифм мен 9 негізі 7 десем, мен бұны былай жазаламын. Логарифм деймін да, 10 негізі 7 бөлінген логарифм 10 негізі 9 деп жазсам болады. Дәл осындай логика. Мына жерде x-ің логарифм а негізі y дәрежесі тең болады мынаның x пен орын ауыстырғанына. Давайте онда осы қасиеттерін қорыту үшін әр қасиетке бір есептерден шығарып практика жасап көрейік. Давайте логарифмнің а негізі 1 тең 0 дейді. Яғни бұл қандай? Бізде 7-нің қандай дәрежесінде бізде ол 1-ге тең болады? Әрине ол 0 дәрежесінде. 7-нің 0 дәрежесінде бізде 1-ге тең болады. Дәл сондай 0,10-нан 5-тің қандай дәрежесінде ол 1-ге тең болады? Ол бізде 0 дәрежесіне. Егер бізде аргумент 1 болып тұрса, логарифмнің мәнін 0-ге тең деп алады екенбіз. Давайте, келесі аргументпен негізінің мәні тең болса, ол 1-ге тең болады. Қараңдар. 2026-ның қандай дәрежесі оқушылар сендерде 2026-ға тең болады? Ол 1 дәрежесі. И мұнаның арасында 5-тің қандай дәрежесінде бізде 5-ге тең болады? Ол 1 дәрежесінде де айтсақ болады. Яғни бізде аргументімен негізі бірдей болса, бұл бізде 1-ге тең деп ала салады екенбіз. Келесі бізде логарифм а негізі x-тің m дәрежесі тең болады m көбейтілген логарифм а негізі x еді. Мысал қарасақ, логарифм 4 негізі 64. Логарифм мен бұны жазсам 4 негізі 4-тің кубы деп 64-ті. Мұна 3 получается менде алдына қарай секірсе, бұл менде 3 көбейтілген логарифм 4 негізі 4. 4 негізі 4 неге менде 1-ге тең болады? Бұл менде аргументпен негізі 1, сондықтан мен бұны 1 деп алып, тең 3 деп жаза салады екен. Міне, келесі логарифм 5 негізі 125 дейді. Бұны қалай шығарамыз? Бұны шығарғанда біз логарифм деп алам. 5 негізі 125-ті түбір асты 5-тің кубы деп алсам. И получается, бұл логарифм 5 негізі 5-тің 2-ден 3 дәрежесі деп алсам болады. 2-ден 3-ті алдына қарай жіберсем, менде бұл 2-ден 3 көбейтілген логарифмнің 5 негізі 5 бола салады екен. Сонда мына менде 1-ге тең болса, бұл менде 2-ден 3-ке тең бола салады. Оқушылар, көрдіңдер ме? Яғни біз аргументтің дәрежесін алдына көбейту қылып жібереміз. Ал егер бізде негізінде болса не істейміз? Негізінде болса, бұл бізде қараңдар, логарифм 81 3-тің бізде 4 дәрежесі, 3-те жазамыз, 4-ті біз 1 бөлінген 4 деп жібере салады екенбіз. Сонда тең болады 4-тен 1, логарифм 3 негізі 3, яғни бұл менде 4-тен 1-ге тең бола салады екен. Келесі менде логарифм түбір асты 7,
негізі 7 болса, мен логарифм деп жазам. Бұны 7-ні мен 7-нің 2-ден 1 дәрежесі 7 деп жазсам қалай? Мен бұны 1 бөлінген деп жазсам, 1 бөлінген 2-ден 1 десем, логарифм 7 негізі 7 болса, бұл менде тең болады екен. Мына 2 алымына өтіп кетсе, 2 көбейтілген 1 бола салады екен. Бұл менде 2-ке тең. Келесі қасиеттер бізде логарифм а негізі x қосылған логарифм а негізі y тең болады логарифм а негізі x көбейтілген y-ке дейді. Так, оқушылар, мына жерде бізде көріп отырық, аргумент негіздері бірдей, получается аргументтерін көбейтшерем. Логарифм 3 негізі деймін да, 9 көбейтілген 3 деп жазам. Бұл менде логарифм 3 негізі 27-ге тең болады. 27-ні мен логарифм 3 негізі 3-тің кубы деп жазсам, бұл менде тең болады екен. 3 көбейтілген логарифм 3 негізі 3, бұл менде 3 көбейтілген 1, яғни 3-ке тең бола салады. Келесі қасиет менде логарифм 2 негізі түбір асты 8 қосылған логарифм 2 негізі түбір асты 2 дейді. Мен бұны былай жасасам, логарифм 2 негізі менде 8-ді білем, что 2-нің кубы екен, плюс деймді, логарифм деймді, түбір асты 2-ні мен 2-нің 2-ден 1 дәрежесі деп жасасам. Мен мына түбір асты 2-нің 3 дәрежесін былай жасасам болмай ма? 2-нің 2-ден 3 дәрежесі. И получается бұл менде 2-ден 3 логарифм 2 негізі 2 қосылған 2-ден 1 логарифм 2 негізі 2 болады. Бұл менде 2-ден 3 қосылған 2-ден 1 болса, бұл менде 2-ден 4, яғни 2-ке тең бола салады. 2-ке, не? Так, онда келесі оқушылар, келесі логарифм 2 негізді 32 минус логарифм 2 негізді 4 дейді. Мына жерде айтпақшы оқушылар, былай да шығаруға болады, қасиетті одан. Мынаны бөліп те шығаруға болады одан. Бөліп те шығарсақ қалай болады? Қараңдаршы, мынаны бөліп шығарсақ, негіздер бірдей, и көбейтіп қосу болса, логарифм деймін да, 2 негізі түбір асты 8 көбейтілген түбір асты 2 десем. Бұл менде логарифм 2 негізі түбір асты 8 көбейтілген түбір асты 2, менде түбір асты 16, бұл менде логарифм 2 негізі 4-ке тең болады. И получается бұл менде 2-ке тең екен білем, 2-нің 2 дәрежесі алдынан секірсе, бұл да 2-ке тең болады. Сонда бұл 2 жолмен де шығаруымызға болады. Аха, просто мына жерде келіп тұр екен 2-ке, и осыны осы жолмен шығаруға болады. Давайте келесін көрейік, келесі азайтуға байланысты. Давайте, егер негіздері бірдей болса, бұны біз бөліп жібереміз аргументтерін. Логарифм 2 негізі 32 бөлінген 4 десем, бұл менде логарифм 2 негізді неше болады? 8 болады. Получается, логарифм 2 негізі 2-нің кубы десем, бұл менде 3-ке тең бола салады. 2, не? Келесі менде логарифм 9 негізі 81, азайтылған логарифм 9 негізі 9. Мен бұны азайту болғандықтан бөліп шығарам, 81 бөлінген 9 десем, бұл менде логарифм 9 негізі 9, яғни бұл менде 1-ге тең бола салады екен. Окей, келесі менде логарифм а негізі б тең болады логарифм с негізі б бөлінген логарифм с негізі а дейді. Мынандай есептер осыған байланысты оқушылар көрейік. Мен мынандай есептер келсе, оқушылар, мен не істеймін? Мен мынаны алады екен. Мен мынаны қалай алсам болады? Мен мынаны, так, логарифм 10 негізді 2, 10 демек 20 негізді 2 бөлінген логарифм 20 негізді 3 деп алсам, и көбейтілген деп алсам, мына логарифм 5 негізді 7, логарифм деймді, 30 негізді 7 бөлінген логарифм, или 20 логарифм барлығы. Без разницы негізі, логарифм 30 негізі 5 деп алсам, и мынаны қараңдар, логарифм 2 негізі 3, и мынамен получается логарифм деймді, қалай 20 негізі 3 бөлінген логарифм 20 негізі 2 деп жазсам, и көбейтілген логарифм менде 30 негізі 7 бөлінген логарифм 30 негізі 5 бөлінген логарифм 30 негізі 7 деп жазсам. И қарап отырсақ, оқушылар не болып тұр? Мына жерде логарифм 2 негізді 2 мен, мына 2 негізді 2 бірдей, логарифм 20 негізді 3 пен, логарифм 20 негізді 3, мынау бірдей қысқарып кетеді көбейтіліп тұрғандықтан, логарифм 30 негізді 5 пен, мынаны қысқартып жіберме болады, логарифм 30 негізді 7 мен, мынаны 30 негізді 7-ні қысқартып, тең 1 деп жаза салуыма болады. И келесі, логарифм а негізі б тең болады 1 бөлінген логарифм б негізі аға дейді. Яғни аргументмен негізін орнын ауыстыру үшін оны 1-ге бөлуіміз керек. И қарайық, мен мынаны 2 деймді, көбейтілген қалай жазсам болады? Мен мынаны
1 бөлінген логарифм 7 негізі 3 деп қалдырсам болады екен. Яғни 7 мен 3-тің орнын мен ауыстыра салдым. Келесі сонда оқушылар, келесі менде логарифм x-ің логарифм а негізі y дәрежесі менде дейді. Қараңдар оқушылар, x-тің логарифм менде а негізі y дәрежесі менде тең болады. Мына y пен x-ің орнын ауыстырамын. y-тің логарифм а негізі x дәрежесі деп. Яғни мен мына жерде мына y пен мына бір x-ің орнын ауыстыра салады екен. Бұндай қасиет бізде көп есептерде көмегін тигізеді. Мысалы көрейік оқушылар. Мысалы 2-нің логарифм 8 негізді 27 дейді. Мен мына 27 мен 2-нің орнын ауыстырып жүрсем, логарифм 8 негізді 2 деп. Қараңдар, 27 деймін. Мынаны мен 8-ді 2-нің кубы деп жазсам, получается бұл менде 3-тен 1 болады. Сонда 20-ның 3-тен 1 дәрежесі, яғни бұл менде түбір асты 27-нің түбір асты түбірдің дәрежесі 3, бұл менде 3-ке тең бола салады екен. Келесі менде 2-нің 1 минус логарифм 4 негізді 3 дейді. Мен бұны қалай жазалам? Мен бұны дәреженің қасиеті бойынша 2-нің 1 дәрежесі бөлінген 2-нің логарифм 4 негізді 3 дәрежесі деп жазсам болады. Қараңдар оқушылар, мен мына жерге 2 и 2-нің мен 2 мен 3-тің орнын ауыстырамын. Мына 2 мен мына 3-тің орнын ауыстыра салам. Сонда менде 3-тің логарифм 4 негізі 2 дәрежесі болса, бұл менде 2 бөлінген мынаны мен 3-тің логарифм 2-нің квадраты деп жазсам, 4-ті мына 2 менде бұлай қарай кетсе, бұл менде 2-нің 3-тің 2-ден 1 дәрежесі логарифм 2 негізі 2 болады, ол менде 1-ге тең болады. Получается, бұл менде 2 бөлінген түбір асты 3. Иррационалдықтан құтылсақ, қалай құтыламыз? Түбір асты 3-ке көбейтіп, түбір асты 3-ке көбейтсек, получается, бұл бізде 3-тен 2 түбір асты 3-ке тең бола салады екен. Келесі сонда оқушылар, осы барлық қасиеттерді қорытып, белгілі бір есептерге байланысты практика жасайық логарифмге. 2-нің логарифм 2 негізі 7 қосылған логарифм 5 негізі 75 минус логарифм 5 негізі 3 дейді. Ұбт-да келіп жүрген есептер оқушылар. Қарайық, мен мына 7 мен 2-нің орнын ауыстырсам, сонда менде 7-нің логарифм 2 негізі 2 дәрежесі бола ма? И қосылған деймді логарифм. Мен мына 75-ті өрнектеуім керек. Қалай өрнектесем болады? Мен оны 25 көбейтілген 3 десем. Қалай кесесіңдер ме? Мен мынаны 25 көбейтілген 3 деп жаздым. И азайтылған менде логарифм. Или мен оқушылар, мынаны былай жазсам. Мен мынаны қараңдар. Мынау менде получается азайтылып тұр ғой, дұрыс па? Мынау менде азайтылып тұр. Мен бұны жазам қалай? Мен бұны жазам логарифмнің 5 негізі 75 бөлінген 3 десем. Или мынада жаза берейікші. Или 20-25 логарифм 5 негізді деймді қалай? 5 негізі 75 бөлінген 3 деп жазсам, бұл менде мынау менде 7 логарифм 2 негізі 2 менде 1-ге тең болады. Получается 7 плюс логарифм 5 негізі 75 3-ке бөлсек 25 болады. И мен 25-ті қалай жазылам? 7 плюс логарифм 5 негізі 5-тің квадрат деп жазсам, бұл менде 2 алдына қарай секірсе 7 қосылған 2 қалады. Бұл менде 9-ға тең бола салады екен. Келесі менде 2-ден 3-тің 2-ден 3 логарифм 0,1 и қосылған логарифм түбір асты 1000 азайтылған 5-тен 3 көбейтілген логарифм түбір асты 100.000 дейма. Бұл бізде 3-тен 2 көбейтілген бізде логарифм 0,1 и қосылған логарифм LG менде түбір асты 1000 дейді, 3 дәрежелі түбірдің астында. И минус 5-тен 3 LG түбір асты 100.000 дейма. Окей. И қараңдар оқушылар, мен мынаны қалай жазсам болады? Мына LG-ді астына қарай өрнектейікші. LG 0, мынаны мен 1 бөлінген 1000 деп жазсам бола ма? Бола ма? 1 бөлінген 1000 деп жазсам, 0,1000-нан 1 деп мен 1 бөлінген 1000 деп жазсам, бұл менде LG 10-ның, 1000 деген 10-ның 3 дәрежесі получается, 10-ның
3 дәрежесі болса, оның минус 3 дәрежесі деп жазсам, минус 3 алдынан шықса, бұл LG 10-ға тең болады. LG 10 менде 1-ге тең, сонда бұл менде минус 3-ке тең бола салады екен. Окей, келесісін көрейік. Келесі менде LG түбір асты 1000 дейма. 3 дәрежелі LG түбір асты 1000, бұл менде, мен 1000-ды қалай жазам? LG түбір асты 10-ның 3 дәрежесі деп жазсам, мынау мен мынау кетіп қалса, менде LG 10 қалама. Бұл менде 1-ге тең бола салады. Келесі мен мынаны жазып көрейін оқушылар. Мен мына 5-тен 3, так, LG түбір асты 100 мың, LG деймді, түбір асты 100 мыңды мен 10-ның 5 дәрежесі деймді. Бұл менде LG 10-ның 2-ден 5 дәрежесін 8 келема. Бұл менде сонда 2-ден 5 LG 10, бұл менде 2-ден 5-ке 8 келе салады екен. Сонда, так, 3-тен 2 көбейтілген минус 3 қосылған 1 минус 5-тен 3 көбейтілген 2, окей. Көрек, біз мына жерде мынау мен мынаны қысқартып жіберсек болады. Мынау мен мынаны қысқартсақ, бізде не қалады? Минус 2 плюс 1 минус 2-ден 3 қалама. Сонда бұл бізде не болады? Мынадан бізде минус 1 минус 2-ден 3, яғни бұл бізде минус 2-ден 5 болама. Окей, келесі онда. Келесі бізде логарифм А негізі түбір асты. Бұл бізде қандай есеп? Логарифм А негізі түбір астында бізде А. Оның түбір ішінде бізде А-ның 3 дәрежелі түбір асты. Мұна А-ның ішінде не бар бізде? Мұна А-ның ішінде тоже бенде А-ның түбір асты 4 дәрежесі деген есеп қой. Так, бұны қалай шығарамыз оқушылар? Мен мұнаны былай жазсам болады. Логарифм А негізі деймді. Мұнаны мен А-ның 2-ден 1 дәрежесі деп жазсам болады. Мен мұнаны аламын да, қараңдар. Мұнаны мен қалай жазсам болады? А-ның 3-ден 1 дәрежесі деймді. Сыртынан 2-ден 1 дәрежесі сыртынан тұр ғой, шо, 2-ден 1 дәрежесі деймін. Келесі, мен мұнаны қалай жазам? Мұнаны мен А-ның 4-ден 1 дәрежесі деймді. Сыртында менде 3-ден 1 дәрежесі тұр. Оның сыртында менде 2-ден 1 дәрежесі тұр екен. Сонда мен бұны логарифм А негізді А-ның 2-ден 1, мұнау менде көбейтіліп кетсе А-ның 6-дан 1, мұнау менде А-ның 12, 24 па? 24-ден 1 дәрежесі бола салады екен. Получается, барлығын қоссақ менде 2-ден 1, так, 2-ден 1 қосылған 6-дан 1 қосылған 24-ден 1, бұл менде 24-ден берсем қанша болады? Мұнаған, так, 12, мұнаған 4, мұнаған мен 1-ден берсем 12, 16, 17 болады екен. Сонда бұл менде логарифм А негізі А-ның 24-ден 17 дәрежесіне сәйкес келе салады екен оқушылар. Сонда бұл менде 24-ден 17 алдына қарай секіріп кетсе, бұл менде 24-ден 17 көбейтілген логарифмнің А негізі А-ға сәйкес келеді. Сонда жауап менде логарифм 24 негізі 24-ден 17-ге сәйкес келе салады екен. Так, онда келесіп көтек оқушылар. Келесіп бізде не дейді? Келесіп менде 2 LG 0,2 қосылған LG 200 бөлінген LG 20 минус 1 дейді. Мен мұнаны бұлай дәрежесіне қарай лақтырсам қалай? Получается менде LG 0,2-ның квадраты қосылған LG 200 болама. Мынау менде LG 20 минус LG 10 болады. Получается менде бұл LG, мынау менде 0,100-ден 4 болады. Бұл менде 100-ден 4, бұл менде 0,100-ден 4 көбейтілген 200 деп жазам ғой, қасиетін қосу болғандықтан. Мынау азайтылып болғандықтан LG қалай жазамын? 20 бөлінген 10 деп жазамын. Мен егер 0,100-ден 4 200-ге көтсем, менде 8 болады. Сондықтан LG 8 бөлінген LG 20-ны 10-ға бөлсем, менде 2 болады. Сондықтан бұны мен логарифм 2 негізі 8 деп жазсам, бұл менде логарифм 2 негізі 2-ның кубы, мына куб алдына қарай секірсе, бұл менде 3 көбейтілген логарифм 2 негізді 2 бола салады екен.
бұл менде 3-ке тең бола салады. Келесі менде логарифм 5 негізі 49-дың логарифм 7 негізі 2 қосылған 2-нің 0 дәрежесі дейді. Так, бұны қалай шығарамыз оқушылар? Бұны шығарған кезде мен бірінші мынаның аргументін ішіне есептеп алайын. Логарифм 5 негізі 49 нарандар 2 мен 49-ны орнына ауыстырсам 2-нің логарифм 7 негізі 49 дейді. Қосылған 2-нің 0 дәрежесі менде 1-ге тең болады оқушылар. Мен мынадан алам логарифм 5 негізі деймді. Мынау менде нешеге тең болады? 7 негізі 49 2-ге тең болады. Сондықтан бұл менде 2-нің 2 дәрежесі қосылған 1. Бұл менде логарифм 5 негізі 5, яғни бұл менде 1-ге тең бола салады екен. Изи. Келесі. Так. Көреген 8-дің логарифм түбір асты 2 көбейтілген негізі түбір асты 2, түбірдің дәрежесі 6 азайтылған 4 көбейтілген 5-тің логарифм 0,4 негізі 4 қосылған 3-тің логарифм 27 негізі 125 көбейтілген логарифмнің 243 негізі 81 дейді. Тең. Мен мұнан былай жазсам оқушылар. 8 деймді, логарифм деймді, мұнаны 2-нің 2-ден 1 дәрежесі есем. Мұнаны 2-нің 6-дан 1 дәрежесі есем. Минус деймді, 4 көбейтілген. Так, мұнау менде 4 пен 5-ің орнына ауыстырсам. 4 көбейтілген, мұна 4 пен мұна 5-ің орнына ауыстырсам. Қалай болады менде? 4 көбейтілген 4 логарифм менде 0,4, бұл менде 1 бөлінген 25 негізі 5 болады. 4 пен 5-ің орнына ауыстырсам. Қосылған менде 125 пен 3-ің орнына ауыстырсам. 125 логарифмнің 27 негізі 3 дәрежесі болама көбейтілген. Мұнаны мен қалай жазсам болады? Мұнаны мен логарифм 243 мен 3-тің 4 5 дәрежесі, мұнау менде 3-тің 4 дәрежесі 81. Мұнау менде 8-дің, мұна 2-ден 1 деген 1 бөлінген 2-ден 1 көбейтілген 6-тан 1 болама. Сонда бұл менде азайтылған 4 көбейтілген 4-тің, мұнау менде логарифм 5-тің минус 2 дәрежесі негізі 5 қосылған 125 логарифм 3-тің кубы негізі 3 көбейтілген логарифм. Мұнаны мен қалай жазсам болады? Мұна 5-тен 1-ді аргумент негізінің дәрежесімен 1-ге бөлем, аргументтің дәрежесімен 4-ке көбейте салады екен. Міне. Сол кезде мұнау менде 8-дің 3-тен 1 дәрежесі минус 4 көбейтілген 4-тің мұнау менде минус 2 дәрежесі. Менде не болады? Минус 2-ден 1 дәрежесі. Минус 2-ден 1 дәрежесі. Менде плюс 125-тің менде мұнау 3 бұлай кетсе, менде 3-тен 1 дәрежесі көбейтілген 5-тен 1 көбейтілген 4 болады екен. Мұнау менде түбір асты 8 3 дәрежелі минус 4 көбейтілген 4-нан минус болғандықтан бөліміне қарай жерсек, бұл менде 4-тің 2-ден 1 дәрежесі, яғни түбір асты 4-ке тең бола салады екен. Плюс 125 түбір асты 125 3 дәрежелі түбірдің көбейтілген 5-тен 1 көбейтілген 4 болады екен. Бұл менде 2, мынадан менде 2 шықса 4-ті 2-ге бөлсек минус 2, плюс мынадан 5 шығады, көбейтілген 5-тен 1 көбейтілген менде 4 болама. Сонда менде мынау менде плюс 5-тен 1, мынау 125-тен 5 шығады, көбейтілген 4, яғни бұл менде не қалады? Менде қалады екен, мынау мен мынау кетеді, мынау мен мынауға жетсе, менде тек қана 4 деген жауап қала салады екен. Келесі менде 5-тің логарифм 10 негізді 5 бөлінген логарифм 10 негізі 25 дәрежесі. Мен мұнаны қалай жазылам оқушылар? Мына жерде негіздер бірдей, получается мен мұнаны 5-тің логарифм 25 негізі 5 деймін. Бөлімінде тұрғанда негізіне, алымда тұрғанда аргументке жерем. Менде бұл 5-тің логарифм 5-тің квадраты негізі 5, бұл менде 5-тің 2-ден 1 дәрежесі бола ма? 5-тің 2-ден 1 дәрежесі болады. Получается, бұл менде тең түбір асты 5-ке тең деп жаза салады екенмін. Келесі менде логарифм
3 негізі 2 көбейтілген логарифм 4 негізі 3 көбейтілген логарифм 5 негізі 4 логарифм 6 негізі 5 көбейтілген логарифм 7 негізі 6 көбейтілген логарифм 8 негізі 7 дейді. Оқушылар, мынандай есептерді сендерге бар лайфқа көрсетейін. Қараңдаршы, мына жерде жаңа сендер көрсеттім ғой. Қысқарту арқылы мына жерде сендер оны қолданбай, только алымын былай жүгірте берсеңдер болады әр жаққа. Мына алымдарым бар ғой, аргументін, то есть аргументін жүгірте берсеңдер болады. Давайте жүгірт жіберейік. Мына 2-ні мен мына так, қайсынан ыңғайлы? Мынаған ыңғайлы ма? Мынаған қарай жүгірт жіберем. Мына 3-ті мен мынаған қарай жүгірт жібердіңдер. Так, пока асықпайын. 3-ті былай жүгіртейін, мен мына 4-ті былай қарай жүгіртем, мына 5-ті мен былай қарай жүгіртем, мына 6-ны мен былай қарай жүгіртем, мына 7-ні мен былай қарай жүгіртем, и мен мына 2-ні мен мына 8-ге қарай жүгіртейін. И сонда менде не болып тұр? Логарифм 3 негізі мына 3-ті мына жаққа әкелдім 2-нің орнына. Көбейтілген логарифм 4 негізі мына 4-ті мына 3-тің орнына апарып ауыстырдым. Көбейтілген логарифм 5 негізі мына 5-ті мына 4-тің орнына апарып жаздым. 5. И менде көбейтілген логарифм 6 негізі мына 6-ны мына жерге әкелдім. Сонда 6 көбейтілген логарифм 7 негізі 7. И мына соңында логарифм 8 негізі не болады? 8 негізі мына 2 болады, 2 не? Сонда қараңдар оқшап, менде мынаның бәрі бірге тең ғой, 3 негізі 3, 4 негізі 4, бәрі бірге тең, бірге тең, бірге тең. И менде логарифм 8 негізі 2 қалды. Мен бұны қалай жазам? Логарифм 2-нің кубы негізі 2 десем, бұл менде 3-тен 1, логарифм 2 негізі 2, бұл менде 2 бірге тең болады. Получается, менде тең 3-тен 1-дің өзі қала салады 2, не? Аха, келесі онда оқшылар. Келесі менде LG так, негізі, так, логарифм 2 негізі 1024 қосылған 2 LG түбір асты 10 қосылған 10-ның LG 8 дейді. Дәрежесі. Так, мен мынаны есептеп алайын. Бірінші аргументінде тұрған нәрсені есептеймін. LG деймін да. Логарифм 2 негізі 1024 деген 2-нің менде 10 дәрежесі оқушылар. Плюс деймін да, мен мынаны 2 LG деймін да, мына 10 деген менде түбір асты 10-ның 2-ден 1 дәрежесі деген сөз. И қосылған 10-ның, мына мен 8 мен 10-ның орнына ауыстыра аламын ба? 8 мен 10-ның орнына ауыстырам, 8 LG 10 деп жазамын. Получается, бұл менде LG мына 10 деген алдына қарай секірсе, 10 көбейтілген LG логарифм 2 негізі 2, получается, менде бұл 10-ның өзі қалады. Аха, 10-ның өзі қалады. Плюс деймін да, мына 2 көбейтілген 2-ден 1 LG 10 плюс 8, LG 10 деген менде 1-ге тең болады оқушылар. Бұл менде 8-дің 1 дәрежесі. Сонда менде LG 10 менде 1-ге тең. Қосылған мынау мен мынау қысқарды. Сонда LG 10-ның өзі қалды. Ол менде тоже 1-ге тең. Плюс 8 бола ма? 8-дің 1 дәрежесі менде 8-ге тең. Получается, бұл менде 10-ға тең деп, мына есептің жауабы 10-ға теңестіре салады екен. Міне. Так, аха, изи кетті оқушылар. Келесі. Так, келесі демекші, осы уақыт аралығында біз логарифмнің қасиеттерін толық меңгеруге байланысты әртүрлі есептермен практика жасадық оқушылар. Қалай сабақ әдемі болды ма? Давайте, сабақты бір сөзбен қорытындылап кетейік. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбек мен ақылың екі жақтап деген бір ұстаным бар оқушылар өзіңе. Яғни бұл қалай қорытындыласақ, яғни бұл жерден шыққан түйін, сен ұбт-ға кірер кезде сенен бір сенімділік байқалу керек. Сенімсіз болсаң, сен сол жерде сәл не болып кетесің, паника ұстап, сондықтан өзің сенімді болып кірсең, сол есепті нақты алып шығасың. Яғни бұл жерде оқушылар еңбегің мен ақылың екі жақтап, сенің тек бағың шала бермейді, сондықтан сенің ұбт-ға кірерде бабың 100% дайын болу керек. Оқушылар, бақ пен бап бірдей шауып, ұбт-дан үлкен балға жетулеріңе тілектеспін. Сіздермен болған Жансерік ағай логарифмге толық қорытындылап, есептерді алып шықтық. Қоштаспаймыз оқушылар, тек сау болыңдар, келесі осындай тақырыптық талдауларда кездескенше. Сау болыңдар.